Адамзат ұшақтарға немқұрайлы қарамайды. Біреулері шынымен әуе жолы арқылы жүруді ұнатса, енді бірі тек қажет болғандықтан ғана қолданады. Сондай-ақ ұшақтардың ұясындай әуежайларда маңызды рөлге ие. Олардың ішінде адам қызығушылығын арттыратын көріктісі, сапалысы және қарапайымы бар. Ал бүгінгі мақалада ең қауіпті әуежайлармен танысатын боламыз. Ал ендеше біз видеомызға кеттік. Кансай халықаралық әуежайы, Осака, Жапония. 1980 жылдары Жапония мегаполисі Осакада бірқатар мәселелер туындап, қаланың ескірген әуежайы жолаушыларға сапалы қызмет көрсетуден қала бастаған. Оның үстіне халқы тығыз орналасқан қала аумағынан жаңа әуежайы салатын бос жер табу мүмкін болмаған. Дегенмен Осака билігі қиын жағдайдан шығудың ерекше жолын тауып, Кансай атауын алған жаңа әуежай теңізге салынған арнайы арал ретінде салынған. Алайда алғашқы уақытта бұл әуежайдан ұшатын және қонатын ұшақтар ірілі-ұсақты апаттарға жиі ұшырап, алаң аумағы 1994 жылы 50 сантиметрге созылғаннан кейін ғана сирей бастаған. Қаншама миллиардтар мен уақыт жасалған аэропорт барлық мүмкіндіктерге ие болғанымен, су бетіндегі алаңшаға қону көптеген адамдар үшін қорқынышты. Гибралтар халықаралық әуежайы. Пиреней түбегіндегі әуежай алаңының көлемі 6,5 шаршы шақырымды құрайды. Оған қоса қасында әскери әуе базасы да салынған. Дегенмен мұндағы құрғақ кеңістік ұшу-қону жолағына жеткіліксіз болғандықтан, кез келген ақаудың соңы ұшақтың суға құлауына соқтырады. Сондай-ақ бұл әуежайдың бір ерекшелігі ұшу-қону жолағы Гибралтар автожолының бірін мәжбүрлі түрде қиып өтеді. Ал көліктер ұшақтың өтіп кеткенін күтіп тұрады. Мадейра әуежайы. Португалиядағы Мадейра аралында әуежай салатын қолайлы жер болмағандықтан, 1990 жылдардың соңында ұшақ алаңын қолдан жасаудан басқа амал қалмаған. Содан тау мен мұхиттың ұштасқан жерінен осындай бетоннан құйылған ұшу-қону алаңын салған. Бұл әуежай тіпті үлкен ұшақтарды да қабылдай алады. Бірақ бұл нысан техникалық талаптарға сай келмегенімен, әлемдегі ең қауіпті әуежайлардың қатарына кіреді.